Сенің жынды класстастарың. Апай мен ауырып қайта берші апай. Жоқ апай, мен костюм жамылып болса мен. Апай сонда да ауырып тұрмын қайта берші. Курткам бар, курткам жамылып болса мен. Апай сонда да ауырып қайташы. Плед бар, плед жамылып болса. Қалай? Ой апай қайта берші ауырып тұрмын мен. Апай қайта берсін, мен заттарым тосылды болып. Жәулізге ақша жинау, ремонттың ақшасы гүл дейтіндерге біздің қатысымыз болмау керек. Біз чисто білім алуымыз керек. Мәке, қатты кетіп қаратсыз мәке, остановись, бейби. Бүгін кім кезекші? Мен Тақтан сүртпейсі ме? бірақ тәккеш тақтан сүрт жүрейін. Ай, құттықтамайсыз ба не? Ой, молодец, неден алдыңдар? Құттықтамайсыз ба не ағай? Ой, молодец, неден алдыңдар? Құттықтасақшы енді. Неден алдыңдар? Айтсаңдаршы енді. Ұрлап алдық. Алсың ағай. Тасыңдар деген ғой біз жүрсек. Сенің жынды класстастарың. Давай, атап. Келді. Апай келді. Читай. Как показано на Үзіліп қалмашы. Ал балалар, бүгін компьютермен ғимараттар салып үйренеміз. Ой, апай оны үкімет саламай жатқанда біз қалай саламыз? Апа, мен айтайыншы, мен оқайыншы. Айт. Өткен ай, бәрі өткен ай, өмірдің жаз бен көктем ай, сап-сары күздің кеп жеткен ай. Ай? Дилай-лай. Апай, білесің бе? Апай, мен айтайыншы дей берсең, сұрамайды саған. Апай, мен айтайыншы, апай. Апай, бір оқымаш. Сенің жынды класстастарың. Айдана тақырбасы болған жарса деген. Медет тыныш. Ей, Асқар. Мал жемейді оны. Шөпті тек сиырлар жейді. Сыйлар? Иә. Гаухар. Әке, мынау біздің болашақ үйіміз, болашақ отбасымыз. Сен. Атаның басы. Ал мынау біздің атамыздың басы. Болды. Апай, маған да осындай кітап беріңізші. Неғып менікінен ақша шықпай жатыр? Дней войны придумал дядя. Все, жақсы, Медет, 1 минутта тезірек. Абруна, Заполя. Айттым ағай, оқи алмайды деп. Ағай, бұл менің ана тілім емес. Сенің жынды класстастарың. Не тағып алғансыңдар? VR-очки ғой, VR-очки. Сенікі VR ма не? Иә? Менікі шаңғының қойғашы. Бәсе бетім шықпайды. Білешкі? Ешнәрсе жоқ. Медет тақтан сұрт. Болды ағай. Борак кеш бар. Болды ағай, қазір келем. Мусор топ кеш бар. Болды ағай, қазір. Босай чорт. Чортыңыз артық болды ағай енді. Жап аузын мал. Осы классқа асырап алған сыртыстан мен. Айдана. Жүрсек күресейік та. Асқар, читай. Народ не может быть... Ей, кіріп кетсең кітапқа. Оқшы. Народ не может быть... ма тартады екен. Ағай, грант ұбытыға 4 ай қапты ғой. Ертерек дайындалу керек. Қаяқта дайындаламыз? Ай+-те? Ай+-ке барамыз ғой. Конечно. Біз мектеп керек емес еп айдайы. Ағай, біз Асқар екенбіз Ай+-ті дайындалып жүріп, соң айтайын дегеніміз ғой. Вообще мектепке келмей-ақ қойсақ бола ма, сияқта дайындала берсек. Шық қыласың. Сенің жынды класстастарың. Асқар, сабақ айт. Сабақ айт бірачка деп қоясың ғой. Ивонға. Ей, Асқар, читай. Человек Бір адамды әрең құраған нес? Ой, апен ол не істетейін деп жатыр на адамға? Принтермедиат. Принтермедиат? Абы мен әжімсің? Қазақ тілінде неше септік бар? Так, қора жақтағы септік, душтың астындағы септік, дворға су септік, ілік септік. 4 септік бар ғапай. Білім өмір шырағы да қоясың. Сіздің орныңызда сабақ бере беретін білім бар ғой менде. Мен қайта берейін, ә? Мақал жалғастырыңдар. Білім инемен, Танысып апты апай. ас атасы, Ас емес, апасы. 7 рет өлшеп,
не істеп жүр? Уақыты көп адам ба, қолы бос адам ба? Ол сабағын оқымай ма? Апай медет ән шығады. Интахи, мен боламын красавчик әлі, сыныптар қолдауларың кәні, борап кеш бар мәди. Сенің жынды класстастарың. Амандаспай жүрмеді. Амандасатындай мектеп тұстайсың ба әлі? Кеше көрдім ба, иттер қазақша өлең қосып қойған. Көрдім. Баян сұлудың, иә, мектепті киіп алып. Мен баяғыда интерге балет етем ғой. Көз ақшы реалға балет етесің ше. Баян сұлуды жақсы көресің просто. Оның қатысы жоқ. Жақсы көресің ғой ойында ше. Мен кейде балай да қоясың. Билет тұр. Көбейту кесесін айт. 6 жердегі 6 қанша? 66, 7 жердегі 7 қанша? 77, 8 жердегі 8 қанша? 88. Ален таққаш? Хорош. Құрметті қазақстандықтар, баршаларыңызды сыныптас фильміне шақырамыз. Класстас, дос, туыс, ағайын, бауыр, баршаларыңыз бірге келіңіздер. Сыныптас фильмі сіздерді күтеді. Не айтып жатсыңдар? Ой, апай не болды? Бір киномыз шығып еді, соңынша айқайлап. Бүкіл класстағы жынды класстастарыңызды алып келіңіздер. Сенің жынды класстастарың. Апай, Асқар екеуміз «Я хотя бы» деген ойын ойнаймыз. Баста. Мен хотя бы класстағы Айдананы жақсы көрмеймін. Мен хотя бы класстағы Айбекті жақсы көрмеймін. Балдар, мен сумкамнан 5 теңге жоғалды. Кім алды, орнына қойып қойсын. Қазір камерадан қараймайсыз. Камерадан қараймын дегенде апай, ол ақшаны жаратып қойса ше. Жаратып қойса ше дегенде буфетке барып, қарыздарын төлеп, шай-пай алып деген сияқты ғой. Вдруг деп жатырмын енді, біреу сөйтуі мүмкін ғой класстағы ше. Апай неге өйтіп қарап тұрсың? Ой, жаратқан жоқпын, жерде жатыр екен. Мынандай болып тұр буфетте қарызымыз. Так, математикадан 90-дық балаларымды айтып шығайын. Айдана 5, Асқар 5. В общем, бәрі 5, тек билетте ғана 3 шығып тұр ғой. Неге апай? Мен сабаққа келіп жүрмін неге? 6 қанша? 66? 77 болады бұл. Ол бәрі біледі ғой апай, неге? Неге үш маған? Медет, сабақ айт. Апай, мен дайын емеспін. Отыр 2. Апай, сізді алдым дұш шағайын. Ай, болды 4. Иә? Не дұш шағайын? Дұш шағайын қостасып кетіп бара қалың апай. Күйеуі ғой? Күйеуім ба не? Неғып қорқып жүр менен? Апай, біз Асқар екеуміз Айман Сейітқызының талапкер таңдауы деген кітабын сатып алдық. Мына кітаптың ішінде Димаш Құдайберген, Елдос Сметов, Қажымұқан, Бауыржан Момышұлы сияқты біздің тұлғаларымыз, батырларымыз бейнеленген. Мына кітапты осы тұлғаларға ұқсау үшін, лидер болу үшін, миллионер болу үшін жасап шығарған екен. Қанша сабақ айт? Сабақ дейсіз ба? Қазір апай, бір айтып алайын. Асқар, мақал жалғастыр. Еңбек етсең ерінбей, Тояды қарның тіленбей. молодец. Медет, балық Балық пивамен зор кетеді апай.